Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында 2005 жылғы баланы үйінде есігінің алдында жатқан жерінен біреулер ұрып алып кеткен дейді. Оның біз жаңа әкесімен сөйлестік. Әкесінің айтуы бойынша. Әкесінің аты кім еді? Ғани. Шижан деген баласын өзі далаға жатшы, балам осы үйге ұры түсіп жүр. 2 күн болды. Далаға жатқызған екен. Ал ол баласы да бір ұзын адамның сол жерде қайтыс болған Мейіржанның өзі айтқан екен. Ұзын бір папа біреу жүр, барып ем, Арман қашып кетті, көре алмай қалдым деп. Оны көршісі айтып отыр да, қарама-қарсы көршісі түнгі 3:30-да ұзын бойлы біреудің жүргенін. Бұл кісінің үйіне не үшін құмар болады? Өйткені бұл кісілер КАМАЗдың ремонтын жасай деген үлкен ауыр темірлер жатыр. Сондай мәселелерді өткізіп жүрген жаңағы ар жақтан келген, бер жақтан келген біреу ма дегенде күмәніміз бар. Үйінен 2 рет ақша жоғалған, қомақты ақша жоғалған екен. Ол туралы да баласына ескертіп, ақыр соңында ұрын ұстаймыз деп, баласынан айырылып отырма деген күмәніміз бар. Мына жерде енді Мейіржанның анасы, аты жөніңіз? Дүйсенбиева Кенже. Оқиға қалай болды? Не болып жатыр? Бүгінгі күні Мейіржанға күдікті ретінде кімді қамап ұстап отыр? 30 күні түнде 30 мамыр 2026 жыл. 30 мамыр 2026 күні балам көшеге өзінің жолдастарымен шығып бара жатқанда кішкене балама айтады: "Төсек сап қойшы мен есіктің алдына. Мен қазір келем" дейді. Оны жолдас баласы сағат 12-де әкеп тастайды. Ол төсекті салып есіктің алдында жатады. Сол күні енді бұндай жағдай болатын біз білмейміз. Бәріміз мен үйде жатқам, бір балам үйде жатқан, бір балам атасының үйіне кеткен сол күні. Содан 31 күні азанда көреміз біз. Азанда оның соткысы мынандай табалдырықта қалып кетеді. Есіктің алдында. Есіктің алдында табалдырықта қалады да, төсегі жоқ. Содан анау қасына балдар шақырып алып іздеймін ғой, балам қайда, түнде қонды ма, көрінді. 12-де екінші балам жатуға келе жатқан кезде көрген, оны сотка көріп жатқан есіктің алдында. Содан кейін ол бала ұйықтаған, бәріміз ұйықтап қалғанбыз. Түнде не болған, ол енді қылмыскер деп айта берейінші, сол дыбысын, ешқандай дыбыс біз даладан естіген жоқпыз, үйде жатқанбыз. Сол түннің уағында болған. Азанда біз ол баланы іздедік. Соткысынан қарап, соңғы рет кімге барды, кімге қойды десек, 12:40-қа дейін ол WhatsApp-та болған. Содан кейін ешқандай ишаға бара жатқан туралы сөз болмаған. Содан біз іздедік, жолдас балдарын бәрін шақырдық, жан жақта ағайын туыстың бәрін. Полицияға арыз жаздыңыздар. Қай кезде? Содан жоқ, кешке дейін іздедік, өзімше іздедік. Енді жас бала ғой, Маевкаге 31 күні кешке дейін. 31 күні кешке дейін төсегімен жоғалғасын ойладық. Енді Маевкаге кетті ма жас бала, бірақ балдардан сұрастырдық. Одан кейін не істедіңіздер жаңағы? Одан кейін кешке дейін іздедік. Кеше уже 6 болып баратқаннан кейін біз қолай ағайын туыстың ешқайсысына бармаған деп біз ровд-ға сағат 6-да кеп арыз тастадық. 2 күн үйде ұрлық түсті. Бір күні шкафта, екінші күні сейфте. Ақша жоқ, үшінші күні баланы сен көріп жатасың ба дедік. Бұндай оқиға болатын білген жоқпын. Білгенде мен баламды құшақтап жатар едім. Үйге түскен ақшаны ол балада, сіздер айтқан кезде балада айтқан ғой, бір ұзын бойлы адам гараж жақтан көрдім. Біз енді балданы ақша жоғалғасын балдарын айтты ғой, күмәнді біреу жоқ па десем, сол қайтыс болған балам айтты. Мен кешке жақын келгенде 2 рет қараң қора жақта ұзын біреуді көрдім деді. Бірақ енді ауладан қора біраз жер ғой, барам дегенше жоқ болып кетеді. Мен анықтап түрін көре алмадым деді. Менің ойым енді сол кеп тосыннан өлтіріп кетті ма деген күдік тұр. Ал енді кешірім сұрайым сөзіңізді бөлгеніме. Сіздің көршіңіз де осы мәліметті айтып отырды. Қайтыс болған күні. Қайтыс болған іздестірген кезде көршім айтты, сағат түнде 3:30-да бұл апасын пойызға шығарып салайын деп шықса, біздің үй жақтың есігінің алдынан ұзын адам шығып, келесі көршінің есігіне қарай кетіп қалды деді. Бірақ менің бір ішкі істер бөліміне қарным ашатын, мен еш нәрсені жасырып қалған жоқпын. Келдім, арыз тастадым, іздеңіздер, мен мал жоғалып жатқан жоқпын қорадан. Адам, бала жоғалып жатыр далада. Ол ақша жоғалған бір іс, бала жоғалған бір іс. Қараңыздаршы ағайындар деп арыз жаздым. 0 внимание. 30 күні кешке 6-да жазылды. Содан түнімен өзіміз іздейміз. Арыз түскесін үйлеріңізге полиция келіп жатқан басқа бір отпечатка алды ма? Ештен кірген жоқ. Ана дарбазамнан ашып қараған. Полицияға ақша ұрланған туралы айттыңыздар ма үйдегі сейфтегі? Сейфтен келіп отпечатка бірдеңе алды ма полиция? Жоқ. Есіктен дарбазадан қараған жоқ деймін. Бір пенде. Ал сіздер енді мынау жаңа арыз жазғаннан кейін жаңа көршілеріңізді айтып отыр, полициялар арман бермен көшеден өтумен әлек болды дейді. Жаңа көшеден үйге кірмеген, Үйге кірген жоқ. Ал енді бала қай жерде болды, оқиға қай жерде болды, ақша ұрланған қай жерде жоқ, есігімнен бір не қара. Сосын мен ертесі күні сағат бәріміз түнімен менің балдарым іздеді, мен ағайындарым тауға дейін барып іздеп, жан-жақтың набеттің бәрін іздедік. Содан кейін
мен жаңа арыз жазып кеткеннен кейін мен ровдың маманын телефон нөмірін жазып алдым. Сөйтіп хабарластым. Жаным, сағат 11 болып жатыр ғой. Bir хабар бар ма мен баламнан, іздеп жатсыңдар ма дедім. Апай іздеп жатыр. Телефонмен апай іздеп жатыр. Болды. Ол бір мен машинасын көрген жоқ. Мен қарным ашатындығын ішкі істер бөліміне айтып жатқаным. Содан кейін ол мәйітті біз түсте балдар жаңағы іздеп жүріп, енді мына жақты қой, мына жаққа 31 күн таптыңыздар, иә? 31 күні түсте табылды мәйіт. Сөйтіп полицияға хабар бердіңіздер ме? Сөйтіп полицияға хабар бердік. Ана мәйітті менің екі қайным пожарныйда істейді, біледі олар. Біреуі түсейін деп жатқан адамды ұстама, түспе, ровды шақырамыз деген. Бірден ровдының мамандары келген, о жерде ол суретке түсіретін ешкім жоқ. Бәрін жылап, еңіреп жатыр. Ағайыным өзім сол жерде жүрген, балам, жора жолдастары. Бірақ о жерде ешкім суретке түсірмейді. Ровдылар түсіреді ғой. Полицейлер түсіреді. Соны әлеуметтік желіге тарқатып жібереді. Менің қарным ашатын мына қабырғада болып жатқан қылмыстық іс, оқиға, неге ол далаға қарай шығады? Осы мамандар ғой оны шығаратын. Неге ол мәйітті суретке түсіріп, неге әлеуметтік желіге таратады? Ол сурет тек ровды мамандар ғана түсірген. Сіз жаңа айта кеттіңіз, сол марқұм болған Мейіржан мен сізді күйеуіңіз, үшеуіңіз түскен суретті де ана екеуі анасы мына өлген бала деп шықты деп естідік та. Рас па? Рас. Барлық әлеуметтік желіге тарқат. Менің қарным ашып жатқан сол, неге әлеуметтік желіге тарқатады ол? Өзіндік қауіпсіздіктері бар, олардың құлағына алтын сырға, назарыналар. Ендігі айта кететініміз, бұл жерде сіздің үйіңізден баланы үйіңіздің алдындағы көше 400 метрде жерге дейін апарған. Ол жерде суретілген, басқа із жоқ деп айтып отырсыздар. Оны менің 15. Енді мен зерттеу барысын айтам. Назар аудара кетіңіздер. 70 килограммдық баланы еще дорожкасы, көрпесі, жастығымен бірге орап алып кеткен да, сөйтіп үстіне престің жібімен байлаған. Жаңа әкесі айтып отыр, мойнын 3 рет престің жібімен қалқандырып, басының оң жақ бетінен бірден соққы болған, сүйегі майдала жіберген деп отыр. Енді соны қанын тамызбай, пәлен 400 метрге апарып, колодцты біз қолмен ашамадық. Ол жерге бір құрал керек та, оны ашу үшін. Сол колодцты ашып, тастап, аузын жауып кеткен, Иә. Ал енді ол жерге тағы да аккуратно жатқызып кеткен. Енді ол жерде енді мына судебный экспертизалар анықтар, оны лақтырып жіберіп, трубаға аяқ тиіп, кейін айналып астына түсіп жатса, адам жан тапсырғаннан кейінгі удар басқаша болады. Оны тергеу амалдары анықтар, бірақ аккуратно жатқызып кеткен. Ол жердің қанын енді айта алмаймыз, үлкен көлемде қан аққан. Енді бұл жерде 15 жасар балаңыздан көріп, бүгінгі күні 15 жасар балаңыз қайғы үстіне қайғы жұтып отыр. Жаңа үйлеріңізді көрдік, бір жерде апам талып жатыр, бір жерде әпшеңіз талып жатыр. Скорый шақырдым. Жаңа айтайын, бірінші күні күйеуімнен күдікті ретінде күйеуімді ұстады. Күйеуімнен ешнәрсе таппай күйеуімді жіберді. Одан баламды ұстады. Бұл жерде балам, келесі көшеде 17 жасар балаңыз тап кетті деп 17 жасар баламды да келген. 17 жасар, 15 жасар баламды ата-анасының рұқсатынсыз, менің әкесінің рұқсатынсыз 5 сағат мына жерде қинап сұрақ жауап қалған баламды. Сол заңсыз ғой, мысалы, сіз анасының 18-ге толмаған баланы 5 сағат сұрақ жауапқа алып, еще миын ашытқан әр 15 минут сайын екінші милицияға 15 минут сайын екінші миын ашты. Назар аударып кетіңіздер, 17 жасар балаға 5 сағат бойы ұстап отырған дейді. Ол оқиға болған күні папасын екі балам үшеуін бірге әкеледі, үшеуін 3 кабинаға сақтады. Дұрыс, ол туралы айттыңыздар. Енді баланы 15 жасар бала ақ келгеннен қайтып бұл жерден шықты ма, шыққан жоқ па? Жоқ, шықты ғой, 5 сағат тергегеннен кейін папасы шыдай алмай келді. Содан кейін баланы жіберген, баланы алып кетті. Қашаннан бері қамауда бүгінгі күні? Айтыңызшы, қай күні? Мынау маусымның қай күнінен бастап? Түнде 2-де. Маусымның ба? Ол қай күні еді? 2 күн болса, 2-ші маусымда? Иә, 2-ші маусым түнде келіп алып кетті ма? Түнде келіп алып кетті. Ал енді бұл жерде камералар тұр екен да, ар жақ, бер жақта. Ол камераға бірдеңе түсіп, ондай бір нәрселер болмаған ба? Флешкасы бәрін алған ба? Жаңа басатын дискілерін бәрін полиция? Иә, полицияларын біздің соткымызге дейін осыларда. Енді бір нәрсе айтайын. Ол баланы тергеп болғаннан кейін тергеуге мені шақырды. Мені шақырып тергеп атыр. Мен шырылдап айтам ғой, сен ұзын адам көрді деп қанша адам айтып жатыр. Сен басқа жақты іздемейді, бұлар айналып келе береді, жаным-ау. Әкесін күдікті деп таныдың, әкесінен таппадың, баламды ұстап отырсың, енді мен әкелдің. Сен шамал ойлансаңдар, сендер логически деймін да. Сөйтсе маған айтады, мен істі білмеймін ғой, мен сіздер групповой жасағансыздар дейді тергеуші маған.
Тергеуші маған өз солай. балаңызды группа Сосын мен айттым, өлтірулеріңіз мүмкін деп отыр жаным, ма? мен 9 ай көтеріп 21 жасқа толғанша баққан баламды мен өз қолыммен өлтірем ба? Мен күйетінім осы. Бұл қызметкерлер вообще тергеуді қалай жүргізіп жатыр? Мен қазіргі таңда сосын мен о кісі айтады маған, жабыл өлтірген шығарсыңдар дейді. Мен қайдан білейін дейді. Тергеушіде сондай нәрсе бола ма? Өзіміз дірілдеп қалтырап, бір балам өліп, бір балам мына жақта тұрған кезде. Енді мынаны айта кетіңізші. Сол жаңағы 31 болған күні біз 30 күні баланы жоғалттық түнде 12:40-қа дейін сот күшқылап жатқанын WhatsApp жүйесінен білдіңіздер, Иә, иә. Ал одан кейін жауын шашын бірдеңе болды ма Жаңақорғанда? Жоқ. Болған жоқ па? Болған жоқ. Ал енді сол жерге неше адам барды, аяқ іздерін, басқа полицейлер енді тергеу амалдарын жүргізіп жатқан шығар? Тергеу бала өліп болғаннан кейін 100 келді ғой, 100. Мен бала өліп қалған. Сол 100 неге бала өлмей тұрып қарамайды олар? Сол 100 неге кеп тексермейді деген қарным ашады да менің. Енді мен бірінші жаңа 5 сағат заңсыз ұстаған туралы арыз тастадым, ол генеральный прокуратура бәріне тастап жатырмын. Екінші рет мен тергеушінің үстінен тастап жатырмын. Енді мен бұл кісілерді қойдым мен. Бұл кісілерді қойып Қызым, Алла сабыр берсін, Алла сабыр берсін. Мынау адам жоғалтып жатқан кезде мынандай айыптау ол үлкен әкесінен көру, нагрузка адамның шешесінен көру, туған бауырынан көру. Туған бауырын ол қалай өлтіреді туған бауырын? Оның үстіне ол 15 жасар бала, оны арқалап 400 метр жерге ол өлген адам екесе ауыр болады. Бір із қалдырмай, сүйретпей, о колодесті әдем, зілдей колодес көрдіңіздер өздерің. Оны қалай ашып, ойшы бұлайынан қалай салады оны, қалай салады. Неге соны ұзын адам көрдік деп тұрғанда, ұзын адамды іздемейді. Мен титімдеймін, 15 жасар баланы. Өлгені әлі біздің үй. Басқа жаққа тұмсығын суға қорқама білмеймін. Іздемейді. Үйде 2 күн ұрлық болса, подряд 2 күн ұрлық болса, оны бір сип бар ма, не бар ма депті, ешқайсы бір адам сұрамайды. Сол маған күдігім бар ма дейді. Күдігім үшінші рет сол ақшаға тағы кеп тұр, үйге тонауға тағы кеп, сол адам деймін ғой, мен туысқан ағайынмен бәрімен жақсымын, менің күдігім жоқ, одан басқа. Біреуді күдіктенемін, жоқ, күдігім жоқ деймін бұларға. Мынандай күдік болуы мүмкін ғой. Сол келіп жүрген адамды балаңыз таниды. Далада жатыр, күнделікті кіріп шығып жүрген нәрсе. Басын ұйықтап алып көтеріп қалды ма, сондай ол танитын біреу ма? Соны осы кісілер шешетін жұмыстар өздерінің. Айналып біздің үйде 3 баламды апарады, жаңағы бірінші классың, сен бүйттің бе, бірінші классың жаңағы. Миын аштып, миын улап. Асар бала оны қылқындырып бірден, оны мен ол жауызды айта алмаймын, ол бір қаншер біреу енді жауыз, 10-15 жасар бала деймін, бірақ соны күдікті деп мен ұстап отқан бұларын жаман қорқып жатырмын. Маған жаңағындай нәрсе айтып жатқаннан кейін әлеуметтік желіге тарап бұларға ешқандай іздеу де салып жатқан жоқ. Маған қайғыруға да мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Мен уже шаршадым. Маған скорый келіп осы тұрғанда валидол ішіп тұр, мен осы тұрғанда, бірақ қайғы мұңымды еститін бір жан жоқ, сондықтан сіздерге айтып жатырмын. Бірақ мен заңды түрде прокуратураға барлығына арызды жазып жатырмын. Мен үміттенемін осы заңгерлерден. Денсаулық жақсы ба? Біз прямой эфирдік. Тыңдап тұрмын. Мына жерде Жаңақорған аудандық полиция бөлімінің бастығының орынбасары боламын. Қызмет жөнінде орынбасары. Қызмет жөнінде. Бүгін жауапты. Мына жерде ана Мейіржанның өлімі туралы естіген шығарсыз. Білемін, иә. Сол туралы жаңа оқиға болған жерде полицейлер суретке түсірген, сол туралы әлеуметтік желіге таратып жіберді дейді полицейлер. Оның барлық қызмет ертең тергеуші келеді, барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Тергеуші қазір кірді. Тергеуші кірді, бірақ тергеушіні кірген жоқ деп отыр. Әкесі таниды екен. Жаңа 2 минут бұрын кірген, алдында әкесі кірген жоқ деп жасырып отыр. Не үшін жасырып отқан білмедік бірақ. Қазір тексеріп көрейін көз. Ал енді бұл жерде сіз енді тергеу саласына қарамайсыз ғой, дұрыс па? Қызмет жөнінде орынбасары. Қызмет жөнінде, енді бұл жерде ұзын адамның жүргені, үйіне түскен ақша туралы, ұрланғаны туралы айтып жатыр. Бұл кісілердің өзі негізі ұры шақырады екен да үйі. Өйткені сыртта ауыр жүк көліктер, темірлер жатыр, жаңағы алқаш дейміз, басқа дейміз. Солар ұрлап өткізіп дәнігіп жүрді ма? Алдында әкесінің айтуы бойынша 2 күн бойы үйлеріне ұры түскен, сосын баласын өзі айтқан екен. Балам ұры бүгін келді, тақа келеді, ол дәнікті, сен далада жат, нақса ұстап аламыз деп. Сол ұры ағайындары болуы да мүмкін да, или көрші қолаңда болуы мүмкін. Соны көріп қойып танығасын алып кетті ма, өйткені 400 метр жерге апарып, іссіз апарып
тастап кетудің өзі бір күмән тудырады. Тергеу амалдарына енді біз неміз жоқ, бірақ ол жерде ана тергеу люктің ашуының өзі үлкен қасірет екенде, жаңа біз барып көрдік. Бірақ люкте отпечатка алынған басқа бір іс-әрекеттер көрінбеді да. Оның барлығы ертең өзіңіз білесіз, тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазір тергеуші бәрі өзі несін айтады дейсіз. Ал енді бұл сонда бұның ата-анасы өзінің бауырынан басқа күдікті болмай тұр ма бүгінгі күні? Ол жағын айта алмаймын сізге. Айта алмай тұрсыз. Демек тергеу амалдары жүріп жатыр қазір. Камералар бар екен, камералардың нелеріне. Барлығы тексеріліп қазір неғып жатыр барлығы.